Күнгәйлі болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Қазір менің кіндікке анықталған жер Кентау қаласындамын. Өте қызық нәрсе байқадым. Кентаудамыз, Астана емес, Астанан кіреберіс емес. Кентаудың кіреберіс Сейфуллин даңғылы, Яссауи даңғылы. Жарайды, Астана ол Астана дейік. Тағы не байқадыңыздар? Қазақта Нұрик Әбішұлы Назарбаев дегеннен ақылды дана жоқ екен. Мына жаққа дені дұрыс жастарға немесе жалпыға ортақ нақыл сөздер жазуға болатын еді ғой. Немесе Кентау жайлы жазылған әндердің сөздерін бірін Кентау жайлы. Жарайды, мәселе мұнда емес. Мәселе мұнда. Кентауда менің түсінуімше мүмкіндігі шектеулі кісілер мен нәрестелер жоқ. Коляска дейді ғой, коляскада жүретін. Немесе бар болса да аналары оларды былай көтеріп алып, мұнда қоя салатындай бір өте мықты сияқты Кентаудың қыз-келіншектері. Не солай? Аналар өте мықты, немесе Кентау қаласының әкімінің басында ми жоқ. Бұлай айтуым себебі бұл ғана емес. Жаяу жүргіншінің белгісін көріп тұрсыздар ғой. Жаяу жүргіншіге арналған жол. Асфальт. Бұлай жаңбыр жауғаннан кейін күзде, көктемде елестете беріңіз. Балшықты басасын. Қазақсың ғой, саған бәрі болады десін. Күтейік арнайы рұқсат белгісін. Айтпақшы, мына жақтағы кісілерге айтар, мына жаққа тіке жүретін болса, мұнда арнайы бағдаршам жоқ болса, тіке өте беруге болады. Кет, мұнда да пандушық. Секірді, ұйықтап жатқан бала. Сілкінді. Мұнда келе тағы да сілкенеді. Шешесінің аяғы батпаққа батады. Сосын арғарай қайттан 2020 жылға қош келдің болады. Әкім дені дұрыс ақша жиямай жүрсің еуа, осыған қарағанда пандустарда аз ақша бөлінеді, сондықтан маған да жоқ, сендерге жоқ деп жүрсің ба? Мен қаз уақыттым өкінішке орай Кентау қаласында шектеулі болып тұр, бірақ саған айтарым өте көп. Мен бірнеше айдан кейін ораламда сен мұрныңды немесе бетіңді осының бәріне тығамда. Физикалық тұрғыда емес, мен саған нақты көрсет. Мә, жүруге бола ма, болмай ма? Өзің біліп ал, кән жасыл? Жоқ жасыл. Осындай мәселе көп жерлерде қалан жаңа тез аралап шықтым. Өзім Алматыда тұрам ғой. Жаяу жүргінші белгілері мүлдем жоқ. Білмеймін, балаларыңды өзің Камриде ма бір нәрсе қызметтік көлікте таситын боларсың мектепте. Бірақ кентаулықтың бәрі қалталы емес қой, сен сияқты қазынадан қаражат жеп жатқан жоқ. Сондықтан жаяу жүретін адамдарды ойласаң дұрыс болатын еді. Немесе жұмысың ұнамаса, дұрыс атқармай жатқанға қарағанда ұнамайды ғой. Ұнамаса мен сен бер жатырудағы апарайын, сол жақта көше сыпырушылар жетпей жатыр дейді. Сонда бір жұмысқа орналастырайын. Хабарын бер маған. Байланысу жолын білесің,